Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 2 сынып 102 сабақ. Біздің жобамыз. Бірінші жаттығу. Ауыз әдебиеті үлгілерін есіңе түсіріп көр. Саған қайсысы таныс? Бізге жұмбақ, ертегі, мақал, санамақ, мәтел, жаңылтпаш, бесік жыры таныс. Екінші жаттығу. Санамақ құрастырып көр. 1 дегенім білім, 2 дегенім елім, 3 дегенім үкі, 4 дегенім түлкі, 5 дегенім балта, 6 дегенім алқа, 7 дегенім желке, 8 дегенім селке, 9 дегенім тарақ, 10 дегенім орақ, 11 қара жұмбақ. Үшінші жаттығу. Білім, еңбек, достық жайлы мақал мәтелдер жинастыр. Бірінші білім туралы. Жер ырыстың кіндігі, білім ырыстың тізгіні. Тіліңмен жүгірме, біліммен жүгір. Білімі жоқ ұл, жұпары жоқ гүл. Енді еңбек туралы мақал. Еңбегі көптің өнбегі көп. Еңбек етпей елге өкпелеме, егін екпей жерге өкпелеме. Еңбеккердің ұйқысы аз. Енді достық жайлы мақал. Ұшқын өртке сеп, достық дертке сеп. Заттың жаңасы жақсы, достың ескісі жақсы. Дәмді болса достық қымбат, мәнді болса жастық қымбат. 4-ші жаттығу. Әдебиеттік оқулығынан ертегілердің түрін біліп ал. Досы көпті жау алмайды деген мақалмен аяқталатындай ертегі құрастыр. Осы тақырыпта оқыған басқа да ертегілерді есіңе түсір. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарының алдында қорғап бағала. 103 және 104 сабақтар бізде бақылау диктанты болады. Ертегілердің түрлерін айтайық. Бірінші бізде жануарлар туралы ертегілер, қиялға жайып ертегілер және тұрмыс салт ертегілері болады. Енді қазір біз досы көпті жау алмайды деген мақалмен аяқталатын ертегі құрастырамыз. Баяғыда еңбекқор құмырсқа болыпты. Ол бір күні дәнді алып келе жатыр еді. Дәні сырғып домалай жөнеледі. Оны көрген торғай дәнді жемекші болады. Бірақ құмырсқаның достары үймелеп торғайға кедергі жасайды. Солай достары құмырсқаға дәнді алып қалады. Досы көпті жау алмайды деген осы болса керек. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, достарыңа жіберуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.